Сәлем достар, бүгін бізде не деп ойлайсыздар? Әрине, алысқа емес енді, ұшатын бірақ, ұшақ жасайтын боламыз. Ал бастаймыз. Біз бірінші мынандай қандай парақ болса да бола береді. Бастысы парақ болса болды осындай. Енді біз бұны кәдімгі ұшаққа ұқсап қалады кішкене. Ұшқыр емес. Міне, жарты шетін бірдей қылдырып аламыз. Келесі шетін тағы да өсітіп аламыз. Міне, енді сол шетін бүйтіп қайырамыз. Почтаға ұқсап қалады. Сосын бұл шетін бүйтіп қайырып қоямыз. Ол бізге керек болады. Сосын ашамыз. Міне, осы шетіне бүйтіп қоямыз. Сосын тағы да бүйтіп мына шетіне қайтадан істеп қоямыз. Міне, енді сосын бұл шетін басамыз. Міне, осындай. Сосын енді бұны өздеріңіз білетін шығарсыздар. Кәдімгі ұшақтарда қолданады ғой. Қағаздан жасайтын. Одан да ұшатын ұшақтарда да қолданады. Міне, өсітіп қоямыз. Ойбай. Міне, өсітеміз. Енді сосын бұл шетті қайттан бітеміз да, бұны бітеміз. Себебі мына шетінде мотор сияқты, біздің де жанымыз сияқты, олардың мынандай несіп қоямыз. Енді міне, өсітіп қанат жасап аламыз. Бірдей қылдырып, әрине. Міне, біздің ұшағымыз дайын. Ал енді тексереміз ба десеңіздер. Міне, ұшты. Түсінбей қалдыңыздар ма? Қазір тоқта. Ойбай, қаға кетті. Бәсе. Айдалады. Өздері сондай. Мына шеті үлкен болса, ол бұрылып кетеді. Ал егер кішкене семіздеу болса, ол төмен кетеді. Мына шеті жеп-жіңішке болса, ол қатты ұшады. Үшкірі де болады. Үшкірінде де дәл осындай. Әне, бұрылып жүр. Сізге бір сырды айтайын. Мына жерде, міне, осы шетінде мынандай қағаздар болу керек. Мына шеттерінде 2 қағаз болу керек. Сонда, мына шетінде тағы да не болса, мына шеттерінде мынандай не болса, мына шеттерінде мынандай болып тұрса, мына шеттер қисайып тұрса, онда бұл тоқтайды. Міне, мынандай болып тоқтайды. Ал мына шеттерінде мынандай болып тұрса, онда ол жерге бетіп түседі. Міне. Ал бізде осымен видео аяқталды. Қош сау болыңыздар.